Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде сауат ашу сабағы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз біздің кафеде. Тасымал. Оқу мақсаты тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту. Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту. Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Ал қазір балалар бейнероликке назар аударып көрейік. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне былай дейді: Кемпір, әй кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші. Кемпір қамбадан ұнды жинап, бауырсақ пісіреді. Бауырсақ ыссы болғандықтан, оны терезенің алдына суытып қояды. Терезенің алдында отырып, әбден іші пысқан бауырсақ терезеден домалап отырғышқа түседі. Отырғыштан домалап жерге түседі. Жерден домалай қақпадан шығып, орманға қарай домалай жөнеледі. Домалап келе жатса, алдынан қоян шығады. Қоян оған: Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ: Жемеші мені, қоян, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, бауырсақ, мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым. Енді қоян, сенен де қашып кетем деп, қояннан домалап, қояннан қашып кетеді. Ал балалар, қандай ертегіні тамашаладыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бауырсақ ертегісі. Енді осы ертегіні өзің жалғастырып көр. Жақсы, рахмет балалар. Қазір біз Әли мен Мерейдің әңгімесін тыңдап көрейік. Әли: Біздің кафеге адамдар көп келу үшін не істеуіміз керек? Ол үшін біз өз кафемізді жарнамалауымыз қажет. Жарнама деген не? Жарнама таныстыру дегенді білдіреді. Мысалы, біз кафемізді жарнамалау үшін оның ерекше бір белгісін айтуымыз керек. Соған байланысты суретін салып, іліп қоюға да болады. Онда біз кафеміздің алдына бауырсақтың суретін іліп қояйық. Иә, Мерей, солай істейік. Ал сен бауырсақтың дастарханға қалай келетінін білесің бе? Оны төмендегі берілген өлеңнен біле аламыз. Қайдан келдің, бауырсақ? Дастарханға шашылып, жатты аппақ бауырсақ. Бауырсаққа қызығып, қарап тұрып көзін сап. Қайдан келдің, бауырсақ? Деп сұрады қуыршақ. Жер анам менің көсілген, диқандар мені өсірген. Арғы тегім ақбидай, тәттімін жеп көр бақшимай. Жесең өзің байқарсың, рахметіңді айтарсың. Айрылмас дос болайық, адамға достық лайық. Менің атым бауырсақ, сенің атың қуыршақ. Өтебай Тұрманжанов.
Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып көріңдер. Жақсы. Дихан, бауырсақ, бидай сөздерін жазып келе жатқанда жолға сыймаса, қалай жазасың? Дұрыс айтасыңдар. Диқан, бауырсақ, бидай. Ал енді жауабыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасмалданады. Сөздердің тасмалданбаған бөлігінен соң сызықша қойылады. Яғни дефис. Келесі тапсырма балалар. Сөздерді тасмалдап жаз. Бидай, дастархан, диқандар. Үлгі. Бауырсақ немесе бауырсақ. Жақсы балалар, енді қарап көрейік. Мына сөздерді тасмалдауға болады ма? Ай, күн, тай, бұлт, жент. Иә балалар, бұлар төбір сөздер. Бұларды тасмалдауға келмейді. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді үлгіге қарап, өздерің жарнама жазып көріңдер. Мысалы, жарнама. Өз сыныптарыңда кафе бұрышын ашқыларың келсе, біз көмек беруге дайынбыз. Сонымен балалар, қорыта келе, сөз бір жолға жазып келе жатқанда сыймай қалса, оны тасмалдаймыз. Тасмалдаған кезде, тасмалданбаған сөзден кейін дефис қойылады. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.